Қайырлы күн, сіздермен 31-де үшінші есепті қарастырайық. Бұл есепті шығармас бұрын формуланы еске түсірейік. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Бізде а квадрат минус в квадрат қалай шықты? Қалай көбейткішке жіктеледі? А қандай санның квадраты? А квадрат деген қандай сандардан көбейтіндісі деген сөз ғой. А және Б-ның айырмасы және А плюс В-ның қосындысы түрінде осы формула берілетін еді. Сізде формула осы А квадрат және Б квадрат түрінде беріліп отыр. Біріншіміз А квадрат минус 49. Бұны қалай орындаймыз? Көбейткішке жіктеу арқылы, яғни жақшалы түрде жазу керек. А квадрат болып тұр ма? Онда А деп екі жақшаға жеке жіктеп аламыз. Екінші, 49 қандай санның квадраты? 49 ол 7-ның квадраты. Сонда плюс 7 минус 7 деп жаза саламыз. Болды. Екінші есеп. Екінші есепте де дәл осындай 64 берілді. 64 минус Б квадрат. Демек, мен орындайым 64 қандай санның квадраты? 64 ол 8-дің квадраты. Ал В ол В. Яғни көбейткішке жіктемес бұрын сіз бұлай жасап алсаңыз болады. Светін өзгертіп жазайын осы жерде. 64 қандай санның квадраты? 64 ол 8 және 8. Немесе қандай екі бірдей санның көбейтіндісі? Ал В ше? В ол В квадрат болса, В көбейту В-ның көбейтіндісі. Міне 1 8 және 1 В бірінші жақша қосынды түрінде кетсе, 1 8 1 В қалған айырма түрінде екінші жақшаға кететінін білуіміз керек. Үшінші есеп. С квадрат. С квадрат минус 2,125. 225 қандай санның квадраты? Біз екі таңбалы санды жаттауымыз керек болған, е? 225 15-тің квадраты. Сонда С минус 1,5 и С плюс 1,5 болады. Келесі. Төртінші есеп. 2,189. Яғни 289 қандай санның квадраты? Қандай санның квадраты? Еске түсірейік. 289. Демек, ол 15-тен бір жоғары сан. 9 бен аяқталып тұр. Демек, ол бізде 17-ның квадраты болады. Сонда 1,17 минус Д екінші жақша 1,17 плюс Д түрінде жазылатын болады. Келесі, 5-ші есеп. 64, 81-ден 64, 81-ден 64 және х квадрат. Осы жерде ескеретін нәрсе жай бөлшектерді алымында бөлімінде жеке-жеке квадратталған. Демек, 64 ол 8-дің квадраты, 81 ол 9-дің квадраты, минус х. 9-дан 8 плюс х, яғни 9-дің квадраты 81, 8-дің квадраты 64. Келесі 100, 121-ден 100. Минус y квадрат. Тек қана бұл квадраттардың айырымы болғанда ғана формула жүреді. Сонда 100 ол 10-ның квадраты, 121 ол 11-дің квадраты. Минус y, онда 10, 11, немен жазамын мен енді? Плюс бен жазамын. Келесі. 7-ші есепке келдік. Z квадрат. Бұл әріпті өрнек болған кезде бізге уже мәлім. Оны қалай орындаймыз? Минус 169.
екі таңбалы санның квадраттарын жаттау міндетті. Сіз егер есепті жылдам шығарғыңыз келсе, міндетті түрде екі таңбалы санды жаттауыңыз керек. 196. 196 қандай санның квадраты? Еске түсіреміз. 196. Әрине 14-тің. Сонда Z минус 14. 169 13-тікі, мұнда Z плюс 13, 14. 14-те 13. Келесі 8-ші есеп. Т квадрат. Әріптің несі ауыса береді аты, себебі бұл айнымалы. Бұл формуладағы барлық әріп айнымалы. Так, Т. Ал тағы да квадраттарды жаттауға тура келіп тұр. 441 қандай санның квадраты? 400 болып тұрғандықтан бұл қандайда бір 20-дан жоғары сан. 21-дің квадраты. Мынау 20 болады. Мынау Т плюс 20 21 болады. Келесі 9-ші есеп. 25х квадрат. И минус 36. Бұл жеңіле. 25 ол 5-тің квадраты, х жазылады, себебі х де квадрат тұр. И 36 ол 6-ның квадраты екені мәлім. Сонда 5х минус плюс 6 болады. Келесі 10-ші есепте минус 16. Бұл жерде жай ғана сіздерді шатыстырғысы келген. Сіз бірден 16-ның квадраты, 4-тің квадраты деп жазалмайсыз. Себебі 16-ңыз теріс сан. Теріс сан ол бірінші тұрмайды, ол қайда тұрады? Екінші қосылғыш болып тұруы керек. Сонда 49y-тің квадраты минус 16 болады. Енді осыдан мен не шығара алам? Формула шығара алам. Сонда 7y квадрат минус 4 и 7y квадрат плюс 4 болады. Келесі 11-ші есепте 0,164. 0,4-ден кейін 2 сан, демек квадраттан шығарғанда 4-ден кейін 1 сан ғана болу керек. Минус 9-дан 1 z квадрат. 1-дің квадраты әрдайым 1-ге тең. Ал кеттік 0,64. О деген ол 0,64 ол 8-дің квадраты. Сонда 0,8 болады. Минус 3-ден 1 z и 0,8 минус 3 плюс 3-ден 1 z болады. Келесі 12-ші есеп. 16-дан 9 и минус 144-ден 1. 144 қандай санның квадраты? Еске түсіреміз. Сонда сізде 3 болды. 16-нікі 4, минус 144, 12-нікі 1 болады. Бірінші жақша кетті. Тура осының қосындысы екінші жақша. Оны үстес қойып, 12 мұнда екен. Орын ауыстыр жерпін. 64, 81. Не болады? 64 ол 8-тікі. 81 9-тікі. Тының өші жазылады. Минус 6, 36. Себебі 36 ол 6-ның квадратына тең. Бірінші жақша. Екінші жақша бізде дәл осының қосындысы болады. Келесі есеп. Мұнда жазайын. 14-ші есеп. 64-тен 25. b квадрат
минус 81-ден 1. 1 болған өте оңай, иә. Сразу 1 деп жаза саламыз. Квадратын іздемейміз. 5, 8, В. Дәл осыны қосыңыз. Он бесінші есеп. 2/3 болады. Х квадрат минус 225 361. Онда да квадрат жаттауға тура келіп тұр сіздерге. 256. Қандай санның квадраты еді? Әрине 16-ның, иә. 16х болады минус. Ал 225 жаңа шығарған болатынбыз. Ол 15-тің квадраты болған. 361. 300 болып тұрғандықтан үлкен сан екені белгілі. Сонда 19 болады. Міне бірінші жақшы, екінші жақшы, дәл осыны қосыңыз. Соңғы есеп символды. Соңғы есеп бізде 100-ден 10 шығады, 81-ден 9 шығады, 0,100-ден 4, 0,2-ге тең болған екен. Болу керек болған. Менде символ қалды, өкінішке орай.